2000 жылдары бірнеше қызықты мультфильмдер шықты, бірі өте танымал болса, бірі көрінбей қалып жатты. Бірақ кассета және DVD дәуірінде касса бойынша да, сыншылар бойынша да өзгеше мультик шықты. Ол әрине роботы. Дей тұрғанмен барлық фильмдерге сай артықшылығы және кемшіліктері болды. Олай болса, жайғасыңыздар, бұл Нурс Movies. Роботы мультфильмі әзілге, қалжыңға, графикаға, мағынаға және әсем түстерге толы картина. Сондықтан көпшілікке жалпылама бұл картина ұнады. Бірақ линейковый периодқа жетпеді. Мүмкін ерекше кейіпкерлер болмағасын ба, әлде линейковый периодтағы тыйым жетіспеді ме, әйтеуір бір саты төмен тұрды. Бұл мультфильмді бәріңіз көрген шығарсыздар, бірақ байқасаңыздар бұл лента қатты танымал болып хайп болған жоқ. Ал қазір тіпті ұмытылып кеткен сияқты. Қайталап көретіндеріңіз бар шығар. Мүмкін 2000 жылдары бұл мультфильм шыққанда интернет қазіргідей дамымаған. Ол кезде видеомагнитофон және DVD кеңінен таралды. Кімге қандай дискі бұйырса, сол мультфильм хит болатын. Мүмкін осы жағдайдан болар, бұл мультик біреуге хит, біреуге танымайтын мультфильм болып қалды. Дегенмен стандартты сюжетпен қоса әзілге толы картинаға не жетіспеді, немесе артық болды. Егер сюжетке қарасақ, мультфильмнің басты кейіпкері өнертапқыш Родни. Әкесіне көмектесу үшін ұшатын аппарат ойлап табады. Бірақ әкесінің бастығы оған қарсы болады. Ал үлкен қалада Бигвилд деген ақылды роботтарға көмектесетін кәсіпкер болады. Және оның девизі See it, feel it. Есть задача, реши ее. Бірақ орысша аудармасы дұрыс аударылмаған. Егер дұрыстап аударатын болсақ, видишь потребность, заполни ее. Ал қазақшаға аударсақ, Абай атамыздың сөзіне келеді екен. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан. Бұл мультфильмнің басты ұраны және сюжет осы девиз бойынша жылжиды. Сөйтіп Родни нержавейкин өз арманын іске асыруға үлкен қалаға кетеді. Бұл жерде армандарға ұмтылу керектігін көрсетеді. Ал тереңірек үгілсек, бұл лента басты зұлым Поршен бүкіл халыққа жаңа бөлшектер жарнамалайды және басқа сатушыларға сатуға тыйым салады. Ал бұл капитализм мен монополияның көрінісі. Дәл қазіргі заманға ұқсайды, яғни барлығы жарнамаланады және сатылады. Себебі қарапайым халық как будто жаңа iPhone немесе машина сатып алмаса өмір сүре алмайтындай, соған сеніп қалады. Бұл мультфильмде де дәл осылай. Бірақ Поршенге қарасақ, өзінің жарнамасына өзі сеніп қалады. Себебі дене мүшесін толықтай жаңартып алған және басқаларға дәл өзі сияқты жаңа дене сатып алуын талап етеді. Ал оның анасы Керагаз белгісіз себептермен денесін жаңа бөлшектерге ауыстырмаған. Мүмкін қалдықтарды балқыту фабрикасында жұмыс істейтіндіктен жаңа робот дене керек емес деп шешкен болар. Осы фактордың әсерінен бе, әлде басқа ма, Поршенге қарағанда мадам Керагаз қорқыныштылау және зымияндау болды. Фильмнің соңына қарай бұл айқын көріне бастайды. Бұл уақытта Родни Тормоз және басқа роботтарды кездестіріп досқа айналады. Тормоздың басын жөндеп бергеннен кейін барлығы көмек сұрап емдеуге келген науқастай тізіледі. Алайда қосалқы бөлшектер таусылып қалады. Себебі роботтардың бөлшектерінің сатылымы тоқтатылған. Тек толықтай жаңа дене сатып алу керек. Ал оны сатып алмаса, ескі роботтарды балқыту фабрикасына апарып, балқытып, жаңа бөлшектер шығарылады. Бірақ сатып алатын ақша ешкімде жоқ. Осылай роботтарда сюжетте тығырыққа тіреледі. Қарап тұрсаң, қазіргі заманғы көптеген елдердің экономикасын және жұмыс жасау структурасын көрсетеді. Байлар байи түседі, кедейлер кедейленеді. Ары қарай Родни мен құрбысы Клепка Бигвилдтың сарайына барып, Поршеннің арамдылығы мен айласы алға басып кетті. Біз оны тоқтатуымыз керек дейді. Бигвилд бас тартып құрметпен шығарып салады. Өмірде бәрі тәтті және түзу болмайтынын түсінген Родни нержавейкин ауылына қайтқысы келеді. Бірақ әкесі армандарынан бас тартушы болма деп ақыл айтады. Ойлана келе Бигвилд Поршеннің нашар жігіт екеніне көз жеткізіп, жұмыстан қуады. Бірақ Поршен Бигвилдті ақылынан адастырып жібереді. Сол мезетте нержавейкиндер Бигвилдті алып қашып шығады. Сонда да Бигвилд қоқыс өртегіш заводқа түсіп қалады. Ал Родни, достары және нержавейкин жөндеген роботтар көмекке келіп, тазалаушылар әскеріне қарсы шығып жеңіске жетеді. Мадам Керагаз қаза табады, Поршен әкесінің қасына жайғасады. Әкесі осы жерде ілініп тұрғанына қарағанда, Бигвилдпен немесе Бигвилдтың алдындағы бастықтарға қарсы шыққан сияқты. Соңында Бигвилд билікті өз қолына алады және барлық роботтарға қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етуге уәде береді. Бұған қоса Родниді өзінің орынбасары етіп сайлайды. Ал Родни болса әкесіне музыкалық аспап сыйға тартып, кеш болса да арманына қол жеткізуге көмектеседі.
Былай қарап тұрсаң, Роботы да ледниковый периодта Blue Sky компаниясының туындысы. Тек мұзды дәуір 3 жыл бұрын шықты және көрермендердің ықыласына бөленді. Жеке өзіме бала кезімде ледниковый период қатты ұнады. Лента мардымды түрде комедия, драма және шытырман жанрларын сақтаған. Сол себепті мультфильмді қайталап көре бересің. Ал Роботы мультфильмін дәл бұлай көп көрмедім. Өйткені білмеймін, бір көргеннен кейін біразға дейін бұл мультфильмге оралмайсың. Оның орнына Шрек немесе Мадагаскарды таңдайсың. Білем, бұл мультфильмдерді салыстыруға келмейді, бұлар бөлек категория. Мүмкін осы себепті роботтар қатты бір культке айналмады. Бұл картинаға дейін 1999 жылы Стальной гигант мультфильмі шығып, кассалық сәтсіздікке ұшырады. Бірақ культті статусқа ие болды және бірнеше жүлделер алып, көрермендерге ұнады. Ал Pixar'дың Валли және Дэвид мультфильмдері 3-4 жылдан кейін шығып та хит болды. Бұдан бөлек Астро Бой және Трансформеры пачкалап шығып жатты. Дегенмен олар басқа салмақ дәрежесіне жатады. Роботтар компьютерлік графикамен салынып шыққан алғашқы мультфильмдердің бірі болды. Бірақ өз мүмкіндігін дұрыс пайдалана алмаған сияқты. Бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі, техногенді мультфильмдердің бір қасиеті балаларға қарағанда үлкендерге қатты ұнай бермейді. Себебі темір мен тоқтан жасалған кейіпкерлерге жан бітіріп, адамға ұнайтындай көріну үшін анимацияң мен сюжетің бір толқында тоғысу керек. Мәселенки Валли мультфильмі роботтардың бір-бірімен қарым-қатынасын да көрсетті және адамдармен де қандай байланыста болатынын көрсетті. Осыған қоса роботтардың пайдасы мен зиянын шынайы көрсете алды. Осы тұрғыда роботтар не көрсете алды? Бұл мультикте адамдар мүлдем жоқ. Валлидағыдай бұл жерде адамдар роботтарды басқарып бұйрық бермейді. Роботы мультфильмінде роботтар адамдардың орнын толықтай басып алған және қарапайым адамдарға тән қиындықтары және қызықтары бар қаланың тұрғындары көрсетілген. Бірақ неге болашақты көрсететін Роботы мультигі адамдарға аса қызық болмады? Оның тағы бір себебі адамның психологиясы. Мысалы, ледниковый периодта біздің заманымыздан бұрын 20 мың жыл бұрынғы мұз басу дәуіріндегі жоғалып кеткен жануарларды көрсетті. Және бұл көрерменді қызықтыратын бірінші фактор. Себебі біздің генімізде және жадымызда бұл жануарлардан қорғанғанымыз және аулағанымыз сақталған. Ал табиғатқа және далаға адамзаттың қалай жақын екенін айтпаса да түсінікті. Сондықтан қарапайым көрермен өзінің бұрынғы дәуірін есіне түсіргендей болды. Тағы бір фактор ол мультикте тірі Homo sapiens'тің болуы. Бұл фактор бізге одан да қатты әсер етті. Себебі мультфильмді көру барысында бізге роботтан көрі өзімізді адаммен салыстырған ыңғайлы. Мультфильм болғанымен жақсы жазылған сценарийдің және визуалдың арқасында көрермендер түсіне алды және керек эмоцияны ала алды. Ал бұл көрермендердің картинаны көрудегі ең басты мақсаты. Үшінші себебі, біз әлі роботыдағыдай технологияға жеткен жоқпыз және көрмедік. Ойлап қарасақ, технология, болашақ, жасанды интеллект қызық және қазіргі таңда актуалды тақырып. Дегенмен дәл осы техногендік тақырып мультфильмнің өзіне кері әсер еткен сияқты. Себебі айтып өткендей, роботтар және техногенді фильмдер немесе мультфильмдер көбісіне ұнамайды. Оның себебі әртүрлі болады. Бәлкім бұл мультфильм қазір шықса, жаңа идеялар мен фишкалармен жаруы мүмкін еді. Төртінші себебі адамдардың роботтан қорқуы, яғни робофобия. Кез келген жасанды интеллект, технология немесе роботтардан қорқу. Бұндай роботтарды ойындардан, робот фестивальдардан немесе кино, мультфильмдерден көрген шығарсыздар. Мысалы, 2000 жылдары CGI енді дамып жатқанда, Роберт Земекистің Полярный экспресс және Стивен Спилбергтің Приключения Тинтинасы шығып жатты. Және осыған қоса Дом монстров лентасы шықты. Көбісіне осы фобиялардың арқасынан бұл картиналар ұнамады. Бесінші себебі Роботы мультфильмінен бір жыл бұрын шыққан, басты рөлде Уилл Смит ойнаған Я робот киносы. 2035 жылы технологияның дамығаны соншалық, роботтар адамдардың орнын баса бастайды. Қазір қарасаң, 10 жылдан кейін олай болмайтынын көресің. Мен авторларға таңғаламын. Болашақтағы бір жылды белгілеп алады да кино түсіреді. Бірақ ондай даму сол жылы емес, тым кеш болады. Айтқым келгені, бұндай ұшатын машина және роботтарға жету әлі қайда. Сонымен Я робот фильмінде роботтар адамдардың шығарған заңына қарсы шығып басып алғысы келеді
және қандай қызық және әсерлі түсірілген. Салыстырмалы түрде графикасы әлі де көруге тұрарлық. Я робот киносы бір жағынан қызықтырарлық, екінші жағынан қорқыныштылау болды. Мүмкін сол себепті Роботы мультфильмінің жалғасы түсірілмеді. Әлде көрермендердің көбісі Я робот фильміне тойып қалды. Мультфильм арманға қарай қорықпай жылжу керектігін, достардың қадірін және көмектің маңызын, және барлық робот жақсы өмір сүруге лайықтығын көрсеткен. Банальный заттар болып көрінуі мүмкін, бірақ сол жылғы уақытқа визуалды әдемі және детальдарға мән берген. Мысалы, бұл мультфильмде шаштараз бар. Бұны байқадыңыздар ма? Міне осы жерде роботтың шашын алып отыр, бірақ как будто басын алып отырғандай. Шашал десе бас алады деген осы шығар. Және де үлкен қаланың футуристикасын және айрықша инфраструктурасын жақсы көрсеткен. Мультикте бұдан басқа бұндай өзгеше детальдар көп. Қорытындылай келе, қанша минус іздесек те өзінің негізгі аудиториясын тапты және $75 миллион бюджетпен $260 миллион тапты. Бірақ неге жалғасы түсірілмеді? Себебі Blue Sky өзінің ең басты хиті ледниковый периодқа қатты көңіл бөлді. Ал Роботыға критиктер орташа балл берді. Және визуалды мақтаса, ал сюжетті әртүрлі конвейерлердің қосындысы деп нашарлау екенін білдірді. Яғни толыққанды сюжетке жетпейді. Авторлар бұл картинаны жалпы қарапайым көрерменге демалу және көңіл көтеру үшін шығарған шығар. Ал капитализм, монополия, футуристика және техногенді тақырыптар болу керек болды. Бірақ соңында лента осылай болып шықты. Кейбір минустарына қарамастан бұл фильм әлі де көруге тұрарлық қызық лента. Себебі өзіне тән 2000 жылғы вайбын және ностальгиясын сақтаған. Видео осымен аяғына жақындады. Егер шолу ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басыңыздар.